Мен Атажұрт еріктілерінің жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлы. Кеше осы Қаскер Мұсахан менен Мұрагер Әлімұлының адвокаты Ләззат Ақатова ханым екеуміз кеше түнде осы сағат 10 мөлшерінде Зайсанға келіп жеткенбіз. Өйткені Бауыржан Азанов мырза осығанға дейін осы екі жігіттің адвокаты болған. Біз сол бойынша келгенбіз. Бүгін 21 күні біз жаңа ауданның орынбасар әкімі, осы Зайсан ауданының орынбасар әкімі Қамбар деген кісіге кіріп шықтық. Фамилиясын сұрамаппын. Қазір міне Зайсан аудандық соттың алдында тұрмыз. Сотқа кіріп шықтық, адвокат екенбіз. Олар бірақ кеше адвокаттардың уақытында келмеді деп адвокатсыз, яғни үкімет өзіне бір адвокат берген, соныменен сот ісін өткізіп жіберген, 2 айға уақытша қамауға бұйырып жіберген. Бұл жігіттің өзінің 2 адвокат бола тұрса да, оны күтпей өткізіп жіберген. Яғни бұл жерде бір заңды белшесінен басу болып тұр. Екіншіден бұл жігіттер халықаралық заң бойынша бұл жігіттер босқын деп қашып келген. Бұлар қылмысты деп саналмау керек халықаралық заң бойынша. Сондықтан бұл болып жатқан істердің барлығы заңсыз деп есептейміз. Және біз осы 2 жігітке бостандық талап етеміз. Бұл 2 жігітті тым болмағанда кепілменен босатуын талап етеміз деп Атажұрт еріктілерінің жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлы. Бүгін 2019 жыл қазанның 21-і.